Қалдарыңыз қалай? Көтеріңкі, керемет. Надежданың көңіл-күйі көтеріңкі. Вераның көңіл-күйі қалай? Өте жақсы. Керемет. Дима? Жақсы. Ендеше осындай өте жақсы көңіл-күймен бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Ол үшін мен қазір сіздердің барлықтарыңызды ортаға шақырамын. Ортаға келсеңіздер. Қағаздарды сіздердің арттарыңызға ілемін, бірақ сіздер оны білмейсіздер. Сіздердің арттарыңызда қандай қағаз тұрғанын білмейсіздер. Мен қазір сіздердің арттарыңызға бұл қағазды ілгеннен кейін сіздің көршілеріңіз сіздерге орысша айтқанда подсказка береді. Сіздер соның негізінде өздеріңіздің арттарыңызда қандай сөз тұрғанын табу керексіздер. Келістік па? Жақсы. Ендеше мен қазір осы ретпен сіздердің арттарыңызға кезекпен қағаздарды іліп шығамын. Енді бір-бірлеріңізге осылай қарап тұрасыздар арттарыңызбен. Қазір. Бізде екінші тұрған Надеждадан бастай берейік. Жұмыстан кейін қайта қарасын. Үйде? Дұрыс. Сіздің артыңызда үй деген сөз. Өте жақсы. Ал енді Галина Петровна сіздің кезегіңіз. Мына артында тұрған сөзді мына қызға айту керек. Сіз қазақша, тек қана қазақша енді сіз айта аласыз. Ол болмайса, тамақ дәмді болмайды. Болмайды. Жақсы. Ол болмаса тамақ дәмді болмайды. Бұл не? Тұз. Дұрыс па, Галина Петровна? Тұз, Үйді жылытуға болады. Жақсы. Көмір. Көмір, дұрыс, керемет, жарайсыздар. Келесі. Өзіне керек затты сатып алатын жер. Дүкен. Дұрыс, дүкен, жақсы, келесі. Сіз енді артқа қарап тұра беріңіз. Орналасқан жер. Бас. Бас. Дұрыс па? Дұрыс, жақсы. Василия жақсы айтты. Жұпсам. Жұпсам дейді. Қызыл түсті таңдағандар қызыл алау тобы болады. Көк түсті таңдағандар көк аспан тобы болады. Осы екі түсті алып отырған себебін көк аспан сияқты бүгінгі көңілдеріңіз ашық болсын, қызыл алау сияқты бүгін жалынды болыңыздар. Ал сәттілік сіздерге топқа бөліне қоямыз. Қазір алып топқа бөліне қойыңыздар. Жақсы, мойындарыңызға тағып алыңыздар. Үстел отырады, яғни сіздер екінші топ боласыздар, қызыл алау тобы. Ал көк галстук таңдаған топ мұнда келеді, сіздер көк аспан тобы боласыздар. Ал жайғасыңыздар. Сіздер барлықтарыңыз сөздерді өте керемет таптыңыздар. Сөзді қорларыңыз мол екен сіздердің. Жарайсыздар. Сол үшін қол шақырып қояйық. Енді келесі мәселе, жаңа сіздер аңғарсаңыздар, арттарыңызда тұрған сөздерде біріктірсек, бір сөз шығатын күрделі сөз болды. Мысалы, жаңа сөздер қандай сөздер болды? Бастус, екі бастус. Екі бастус. Керемет Дима. Яғни және Дима аңғарыпты, сіздердің арттарыңыздағы сөздердің ішінен үш сөзді қосқан кезде екі бастус деген сөз шықты. Ендеше бүгінгі біздің тақырыбымыз осы екі бастус қаласы жайлы болды. Яғни екі бастус қаласы және де тәуелдік жалғауы туралы бүгін қалыптастыратын боламыз. Тәуелдік жалғауы дегеніміз бізде окончание принадлежности. Оның бәрін қазір сіздерге түсіндіріп өтемін. Әрқайсының өзіндік бір ерекшелігі бар. Бүгінгі баланың ерекшелігі ол әлемдегі ең биік қоршауның орналасқаны. Оның биіктігі 420 метрден астам, яғни әлемге әйгілі Эйфель мұнарасынан кем дегенде бір бәйтеректің ұзындығындай биік. Ал Америкадағы 93 метрлі тәуелсіздік тұғырымен тіпті салыстыруға да келмейді. Біз Қазақстанның екі бастус деген қаласына келіп отырмыз. Олай болса Баксы қаласына келіп отырмыз. Олай болса бастайық. Сонымен өндірістік алып аймақтар тізіміндегі рекордтар иегерінің кезектісі Екібастұз қаласы. Және мына Екібастұз қаласы туралы видеомен танысты, көрдіңіздер. Қазір мен сіздерге енді шағын мәтін таратып беремін.
осы біздің Екібастұз қаласының қалыптасуы жайлы. Міне алыңыздар. Жақсы. Енді қазір сіздерге екі топсыздар ғой, мен қызыл алау тобы және көк аспан тобы. Сіздерге тапсырма ақылдасып, осы екі топтан бір адам осы мәтінді оқып керек. 1886 жылы геолог үйренуші және кентанушы Қосым Шымбаевпен оның атымен қалалық мұражай аталған. Бұл жерде көмірдің пайда болуы табылған. Жақсы. Келесі сіздерден көршілес жатқан көлден әкелген екі басты ізбен белгіленгенін жазды. Осыдан Екібастұз атау пайда болған деген болжам бар. Екібастұз қаласы кеншілер мен энергетиктердің мақтанышы. Қала орасан зор, әлемдегі бай тас көмірінен танылып отыр. Өте жақсы. Сіздерге алдарыңызда постер, келесі тапсырма. Осы жаңағы видео бойынша және оқыған мәтіндеріңіз бойынша түсінгендеріңізді орысша жазасыздар. Жақсы ма? Ал сіздерге бір 5 минут уақыт. Мен қарап тұрмын, сіздерден сандарды көріп тұрмын, яғни Галина Петровна бізде математиканың мұғалімі. Бұл кісі цифрларды сақтап қалған ғой, не сандарды? Ал жақсы, сізге сөз кезегі, Галина Петровна. Из видео мы запомнили, что квадратные километры, которые занимает город Екибастуз, приближается к 19 тысячам, а конкретно 18 876 квадратных километров. Жақсы. Қосатындарыңыз бар ма? Из видео мы поняли, что в Екибастузе труба ГРЭС-1 420 метров и вошла в книгу рекордов Гиннесса. Өте жақсы. Город стал знаменитым благодаря байпасу. Дальше в 1886 году его открыл Қосым Шымбаев и назвал Екібастұз Тузбен. В городе потом назван городской музей в честь Қосыма Шымбаева. Жақсы. Также у нас есть труба ГРЭС, которая составляет 120 метров, и записано в книге рекордов Гиннесса. Өте жақсы. Қазақша бір сөйлеммен бұл тақырып туралы не айта аласыздар? Осы жылы геолог үйренуші және кентанушы Қосым Шымбаевты аталық мұражайдың атына атап қойды. Мұражай сол кісінің атында аталған. Жарайды, жақсы, жарайсыздар, керемет. Енді келесі кезек, маған қараңыздар, барлықтарыңыз. Келесі кезеңімізде мен Canva тәсілін қолданамын. Міне бізде тақтада орысша сөздер жазылып тұр. Осы сөздердің қазақша нұсқасын мен сіздерге берген осы мәтіннен іздеп тауып аласыздар. Оны сіздердің алдарыңызда тұрған ноутбуктарға жазасыздар. Енді бұның бір шарты қай топ бірінші орындайтыны тақтада автоматты түрде көрсетіліп отырады. Сондықтан да бұл тәсіл Canva деп аталады. Түсінікті ме? Қай топ жылдам екенін мен көретін боламын. Сондықтан да сіздерге 2 минут уақыт жетеді ғой. Тобы неше сөз жазды? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 сөз жазды, я? 2 бас, тұз, көмір, иесіне, көл, атау, қала, ауа райы, мұражай дейді. Дұрыс па, келсеңіз ба екінші топ? Ал жақсы, екінші топты көрейік. Бізде 2 бас, тұз, көмір, иесі, көл, аты, қала, болжам, мұражай. Яғни сіздерде бір сөзден ғана қателестіңіздер, болжам деген сөз болған. Сіздер болжам деген сөзден қателестіңіздер. Болжам деген сөздің орысша нұсқасы қалай? Прогноз. Прогноз. Естеріңізде сақтаңыздар. Болжам – это прогноз. Жақсы, дұрыс. Ауа райы ол погода. Өте дұрыс айтасыз, Галина Петровна. Жақсы, керемет жұмыс жасадық. Енді біраз сергіп алайық. Барлықтарыңызды ортаға шақырамын.
тәуелдік жалғаулар. Бұның да жекеше және көпше түрі болады, единственное число және множественное число деген. Енді байқап қарасаңыздар, жекеше түрінде менің, мой, сенің, твой, сіздің, ваш, ваше немесе, оның, его немесе ее. Яғни бізде оның деген сөз орыс тілінде жаңағы мужской және женский род деген болады ғой. Қазақ тілінде ондай жоқ, тек қана біз оның деп айтамыз. Его немесе ее дегенді. Енді байқасаңыздар, жалғаулары бар. Жалғау дегенімізді окончаний жалғаулар. Міне, менің деген кезде қарасаңыздар, м деген жалғау бар және м деген жалғаулар қосылады, окончаний. Енді егер де сөз, если слово мягкое, жіңішке сөз болса, онда оған м деген жалғау жалғанады. А если слово твердое, жуан сөз болатын болса, оған деген сөз жалғанады. Егер де сөзіміз дауысты дыбысқа аяқталса, если слово заканчивается на гласный звук, то добавляем окончание м. Түсінікті ма? Сонда қараңыздар, қала, бұл екі бассыз қала, город, қала. Ненің қалам, өйткені а деген дауысты дыбысқа аяқталып тұрғандықтан біз оған м деген жалғауды жаңағы конвайсын қолдандым осы жолда. Қазір міне сіздердің алдарыңызда ноутбуктарыңызда тапсырмалар беріліп тұр. Екі топқа екі тапсырма. Тапсырмалар өте жеңіл, мұқият орындаңыздар, Міне бірінші топ көк аспан тобына берілген тапсырма. Қараңыздар қалай ыңғайлы, тек қана жалғауды жазсаңыздар. Немесе сол жерге қоя салуға болады. Міне бізде қызыл алау тобы жазып жатыр, орындап жатыр, тақтада да көрініп тұр. Міне қараңыздар, осы негізде орындай бересіздер. Сіз қандай жалғауларды жалғадыңыз? Менің қалам, көшесі и үйі. Көшесі, яғни үшінші жақ, оның көшесі. Соғысыз сені жалғадыңыз, және үйім, менің үйім өте жақсы. Яғни сізде тәуелдік жалғауын түсіндіңіз, жарайды, отырайық. Өте белсенді қатыстыңыздар. Қазір енді біз сабағымызды қорытындылаймыз. Яғни мен қорытындылауға активатор 3-2-1 деген әдісті алдым. Қазір әр қайсыларыңызға осы қағазды қаратып беремін. Қазір біздің сабағымыздың аяқталатын сәті таяп қалды. Ал енді кім оқиды? Көп уақыт алмай, мына жерде бастай берейік. Ал Людмила Сергеевна. Екібастұз қаласының тарихын білдім. Жақсы. Үш нәрсені айтып тұрсыз ғой, білген? Тәуелдік жалғау, жуан сөзден кейін жуан жалғау жалғанады, ал жіңішке сөзден кейін жіңішке жалғау жалғанады. Жақсы. Тәуелдік жалғау дұрыс қолданады. Жақсы. Енді мына топтан тыңдап көрейік. Дима, не айтасыз? Мен мына үш тілде есіме сақтадым. Жоба, Екібастұз атауы и күні. Жоба деп айту керек. Жоба. Жақсы. Тәуелдік жалғау и көптік жалғауы. И бірінші нәрсені тәуелдік жалғауын дұрыс қолданамын. Жақсы. Сіз бір нәрсені қолдануға дайынмын дегенде тәуелдік жалғауын енді дұрыс қолданасыз. Өте жақсы. Келесі? Кім сөйлейді? Ал, жақсы, айта олыңыз. Үш нәрсені білдім. Ол Екібастұз атауы қалай пайда болғанын, грек әлеміндегі ең ұзын труба екенін білдім. Және қалалық мұражайы Пшембаев деген кісінің атына аталғанын білдім. Және екі нәрсені түсіндім, ол түбір жалғауын және тәуелдік жалғауын. Бір нәрсені қолданудан ол көпш тәуелдік жалғау қолдануында? Сізде тәуелдік жалғаумен дұрыс жалғайтын боласыз. Белсенділік танытқандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Бүгінгі сабақ өз жемісін берді деп ойлаймын. Бүгінгі сабақтан сіздер көп нәрсе үйреніп, болашақта осы бүгінгі меңгерген білімдеріңізді қолданады деп сенемін. Рахмет сіздерге. Рахмет.